Жас келді ғой бізде. Бұл неге қонақ адамбыз. Бүгін бар, ертең жоқ. Bizim жолдастарымыз o жақта аяғда өліп қалды. Сол жақта жатыр. Ертең барғанда Алла Тағала рұқсат етсе, оларға осы көргенімді айтып барсам деп өзім армандайым ғой енді былайша. Şimdi соларды көрем. Бірге жүремде мен қалып қойып, адам түсте қызық қой. Бір кездері кемерінен асқан Арал теңізінде балық аулағандардан қалған санаулы балықшының бірі Өмірзақ Ақсақал. 90-да алқымдаған қария бұрын кеме тоқтаған балықшылар ауылы Қарашалаңда туып өскен. Теңіз тасығанда да, тартылғанда да атамекенінен табан аудармаған. 1950 жылдардан бастап теңізге шығып, ау салған, ол тулаған толқынды, толқынның орны құмға айналғанын да көзімен көрген. يلقى الناس ألا يسألوا سواسوا في صدور الناس من الجنات الناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سبحانك Қазы Құдай үшін бағыштадым, Байтұры баласы Қазанға ватанға рухына бағыштадым. Мына Арал теңізіміз тасытып, халықтың тілегі мүддесін қабыл ете көр, теңізімізді келтіре көр жаратқан. Әулием осыған көмекші бола көр. Амин, Алла қабыл етке. Aralım aydın şalharım kut biriki gün jir tarihta kalgana tаңбасы көсемнің көңілі бөлген жер өз қолыменен жазылған қасиет дауғаты келген жер дананың сөзі дем беріп қайратпен жігер қосылып іспенен жауап берген жер Осы мынау бұрын ертеде теңіз болған осы жерде. Мынау теңіздің ұлтаны мына 80 шығып тұрған. Осының бәрі теңіз үстіне мотор жүріп жүрді. Балық ауладық мына жаққа көшіп, ұялы мына жақта көжетпес деген, ұзынғайыр деген, Қасқаулан деген жерлер бар. Сол жақтан барып балық ауладық. Қазір олардың бәрі қара жерге. Үлкен теңіздің бар уағында. Сосын мына Аралдан осы пароходтар Коммуна деген пароходтар қатынайтын еді Қарақалпақстанға. Мына жақтан жағы бидай, бензин, соляркандай бұндай апарат ағаш, ол жақтан қайтардан мақта тиеп қайтады. Сөйтетін еді. Теңіздің ұлтаны ғой, қазір біз істеп өтірміз соның. Бүйірлерді 8-10 метрдей су болды, тереңдігі. Әйтіп, ана моторлардың өзі, ана мынау жерге қайырлақпады. Солар жүрді ғой үстіне. Қанша баржысы бар, соларды тартып. Мойнаққа. Сондай болды ғой. Сол кемелер ғой енді тұрған.
1960 жылдардан біртіндеп тартылып, кейін шегіне бастаған Арал теңізінің Арал порты қазір қаңырап тұр. Бір шеті балықшылар музейі. Толқын жарған байырғы кемелер музей экспонатына айналған. Арал теңізі келмеске кетті дейтін үзілген үмітті 2006 жылы салынған Көкарал бөгеті қайта жалғады. Ұшы қиыры жоқ үлкен аралдың табанына жайылып, ғайып болатын су Көкаралдан тоқтады. Аралдың шағын бөлігі Кіші Арал тола бастады. Кіші Арал тіршілік әкелді. Өмірзақ ақсақал көзден кетсе де, көңілден кетпейтін Арал теңізінің қайта толарына сенеді. Сонау ілгерде Каспий мен Аралды жалғайтын жер асты су жол болған екен. Ішіне қағаз жазып, Аралдан жіберген бөтелке Каспийден шығыпты. Олай болса, қазір асып-тасып жатқан Каспийден күндердің күнінде Аралға су келмеуі мүмкін емес қой деп армандайды. Енді бая біздің талай жүрген жеріміз ғой, Көкарал бөгеті осы. Осыдан талай балық аулағанбыз жас уағымызда келіп. Балықтың жүретін қотын жасамай, ана қарсын, бәрін шақалалар жеп жатыр, майда лешеңкелер. Осы көрмесін, бұнынан жақсы істесін, мынадай болмасын. Ана балық былай қарап өтер еді. Балық өсуіне көп пайдасы тиер еді оның. Көкарал бөгетінен өткен балықтарға кері қайтар жол салынбаған. Бөгет алдындағы тұщы суда, терең иірімде айнал соқтап жүрген балықтар не балықшының қолына түседі, не үлкен аралдың ащы суына кетеді. Былай қарай кеткен балықта тіршілік жоқ. Бәрі өліп қалатын балық бұл. Осы мағада бастан су ағып тұру керек. Сол кезде кішкене тынысы болады. Мына жауып тастаса, бұл балықтар қайтып келмейді. Барған жағында қалады. Ары қарай клиент қамыс басып кеткен. Ары қарай ащы су. Сояққа бар қырылып қалады. Қайта оралған Кіші Арал теңіз жағалай қоныстанған балықшылар ауылын серпілтті. Аралымыз қайта оралды деп қуанған жұрт көп.
теңіз тартылганда башка өңүрлөргө әкетилген кайыктарды кайта жыйнап, балыкчылар ата кәсибине оралды. Өмүрзак карыя секилди көнөгөз балыкчылардан бата алган бүгүнкү балыкчылар теңизге асыгат. Tüget laynalat yani. Salatkan kazakav. Ana kaza altı sene geçti. Dağılga kalmay mesela yeterli şыңдар деймін да. Ау салып шыққаннан кейін. Өмүрзак карыянын баласымен катар Габит Зейнуллаев арал тартылгандан кийин Казакстандын башка облустарына барып, балык аулауга мәжбүр болгон кейинки жигит агаларынын бири. Теңиз тартылганда эскек ұстап калган ересек балыкчылардын шарасыз халин унутпаган Габиттин катарластары киши арал толуп тууган жеринен балык аулаганына кубанат. Улы теңиздин бир бөлүгү болса да, киши аралдын шет-шеги көрүнбөйт. Ау куралын сайлаган балыкчылар теңиздин әр шетинен түсүп, әр жерге ау тастайт. Киши арал толган сайын балыктын да түр-түрү пайда болуп, теңизди төңүректеген алуан куш да көбөйө түскөн. Аудың якыры кетіп қалмау үшін ауылда неден кетпеу үшін ауға якыр тастаймыз. Якырдың бір құлағына мына ауды байлаймыз. Ауды кешкісін таламыз. Таңертең ерте суырамыз. Күн шықпай суырып алуымыз керек. Мұнан басқа төккен кезімізде біз судан тереңдігіне қараймыз. Bir glass su olsa soğan töge veririz. Öde tayızga шығатын кезде күн ыссы болса, не болса, тайызға шығады. Бақ. 1 метрден, жарты метрден алып төге береміз. Теңіздің ортасына атамын. Тереңдігі 5 клаш, 6 клашқа дейін кете береді. Жүре берсе. Жиегі жағы ғой. Балық жиекке шығамай деп соны төгіп жатырмыз. Күн жақсы болғасын. Өмірзақ көкеміздің ізіне ерген бақшымыз бізде. Сол заманда теңіз қайтып кеткеннен кейін біздер сол көкемізге еріп бара оладық. Сосын көшіп кетіп теңіз тартылғасын. Балық аулап жүргенбіз алдында, бақшымыз. 1 жыл болды осы ауылға келгеніме. Қостанайда болдым. Кешеге дейін сол ұн шығаратын заводта жұмыс істеп. Сосын қой ауылға қайтайық, елге барайық, балығымызды аулайық деп, соған келдік осы жаққа.
Кешегі салған ауымызда енді бүгін суыруға барамыз енді. Şimdi. Бүгінгі бағыттың бағы ізгелдей балық алдық. Көбісі майда торта. Әр балық өзінің көзіне сәйкес түседі. Торта 40-тық 4 миллиметрлік дейміз. Соған түседі торталар. Ал ірі балықтар 50-лікке 55-60-тықтар түседі. Бүгін балық аз. Болады енді, не бәрі 100-ге елдей балық шықты. Ерте 5-тің шамасында тұрып келеміз. Бүгін кеш қалып тұрмыз. 8-ге таман келіп тұрмыз, осыған 8-ге таман келгенде сағына шығып тастайды. Шығып ішіндегі майлы жерін жеп тастайды. Жарамсыз болып қалады да. Сосын лақтырып атқанымыз сол. 숭구릉어 바lıkçı şimdi tutmasın. Ya şuraya geç bilmem ne aktarım ben. Bunu ver. Ne ver? Bu 숭구릉 diyor kız. Bu da balıkçı can. Şağlanın çıkıp sağın yesin. Bu da çıkıp jit. Söz can avga sıkıp çıkıp jim. Suğa gidelim. Biz güzel çıktı. Hop. Ana oturabilirsin ya. Asım kayır. Assalamualaikum köy. Amansın da, yaxşısın da. Ау салған балықшылар өзінен бұрынғы қарт балықшыларды ұмытпайды. Қарияға сыбаға беру ата дәстүр. İşte kapta görün mü maşinayı için böldürüp var. Güzel.
Батаңның несі ғой? Рахмет. Балығың көп болсын, ойын жоқ болсын. Үлкен жақсы азамат бол. Әумет. Бір кездері Ұлы теңіздің жағасында тұрған, бүгінде қалың құм мен шағын көлдің арасында қалған балықшылар ауылы Қарашалаң мен Бөгеннің бойына кіші арал оралғалы қан жүгіре бастаған. Шалғайда бұйығы жатқан ауыл жұрты теңіздің тілеуін тілейді, ендігі нәсібін теңізден күтеді. Түсімде құрдастарымды көремін дейтін Өмірзақ қария арал тағдырының тұтас дәуірдің куәсіне айналды. Өмір бойғы серігі Ұлы теңізін аңсағанда немересін ертіп іргедегі көлге шығады. Кәнігі жолдасы қарақайықпен сырласады. Аралға да мұны әлде де барып қайтсам деймін, реті келсе. Оған арман ғой, пенденің арман ғой. Көкаран сағымданып көрінеме, қаруға елдегілер ерінеме, көлдайдың аяғына ұйық теуіп, дәусадан бұрынғыдай семіреме деген бар.